Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз Қызылорда облысы Шиелі кентіндеміз. Шиелі ауданының орталығы. Біз мына жерге келіп тұрып, мынаны көріп тұрған шығарсыздар. Шиеліде 10 соттық жер аламай жүрген адамдар, 10 соттық жер аламай жүрген адамдар бізге шағымданды. Және де Шиеліге келген инвестиция тартып, осында завод саламыз деп келген адамға Шиелінің адамдар созбалақ қасап жер бермейді дейді. Бұл жерде былай айта кетсек, Әшірбек Мұрат деген осы жерде 10 жылдай осы земельныйдың бастығы болған дейді. Бүгінгі күні мынау Меңдібаев Ерлан зам бұрын ол бастық болған, екеуі бірінің орнын алмастырып, мынау Күлшені баланың күлшесі ма, мынау майлы жері ма орнын алмастырмайды дейді. Бұл туралы прокуратурада, бұл туралы жаңағы кешегі антикорымыз ешкім назар аударып бұларға шара көрмегендігін халық ашынып айтып отыр. 2008 жылғы осы кезекке тұрған адамдар бүгінгі күні жер аламай отырық дейді. Бұл жерде инвесторлар кеп сұрайды, енді осындай бір завод салайын деп, бізге осындай мүмкіндік беріңіздер, шағын заводтар тұрғызайық, мына ауылға жұмыс болсын, осы елге еңбегіміз етейік деп Астанадан келген жігіттер айтып отыр. Енді бұл жерде Сәсенбаев Асылбек деген водоканалдың судың басшысы бар екен. Бұл жерде құралған іс-әрекет дейді. Оны құзырлы органдар анықтайды. Өйткені земельныйге барса су қол қоймай қояды, суға барса земельный қол қоймай қояды. Бұл жерде әкім не істеп отыр? Музейный экспонатты сұрақ туындайды. Әкім президенттің жолдауы бар. Мына жерде көріп тұрсыздар, міне жұрт 10 соттық жер аламай отыр. Мына жердің бәрін бір адам алған дейді. Бір адам бізге айтуы. Бұл жер мусорға толып жатыр. Ал неге мұқтаж адамдар жер аламайды? Мына жерде бірнеше гектар жерді көрсетіп жатыр да, гектар жерді. Бұл земельныйдың жақын таныстары еді дейді. Мына жерде жаңағы заводын да көрсетіп жатыр, басқасын да көрсетіп жатыр. Бұл қара халыққа жұмыс істейміз, халықтың әл-ауқатын көтереміз деп президент жолдап жатқанмен, Шиеліде бүгінгі күні президенттің жолдауына атсалысып жатқан адамдардың ыңғайын біз байқамадық. Құрметті Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Машбекұлы, мынаған шара көріп, мынаған тексеріс тағайындау керек. Өйткені бұл ротация болмай, бұл арман қарап өздеріне табыс көзін айналдырады деп президент нақты тапсырма берсе, мынау соның бір іс-әрекеті болу керек. Мынаны қараңыздар, мусор шашылып жатыр. Ал 10 соттық жер аламай жүрген бұл Шиелі кентінде қаншама халық бар. Назар аударыңыздар. Түркістан халық болашақ қоғамдық ұйымының жетекшісі Ерғожаның ұлы Әлқожа. Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Машбекұлы. Мына жерде Қызылорда облысы Шиелі ауданында, Шиелі кентінде Ыбырай Жақайып мынау саябағының айналасын қараңыздар. Мына жерде енді бір адамға гектарлап жер берген дейді. Мына жерде 10 соттық жер аламай жүрген 2008-ден бері тұрғындар шағымданып біздің жанайқайымызды жеткізіңіз. Осындай дегесін біз келіп отырық. Мына жерде өлікшілердің жатуы мынау. Бұл жерлер бір осы жердегі қалталы азаматтар гектарлап жер алған. Ал бұл жерге келген инвесторлар, бұл жердегі тұрғындар 2008-ден бері жерге қол жеткізе алмай жүріп дейді. Оны біз сізге мәлімет ретінде беріп отырық. Мына қара сиырдың жатысы мынау. Бұл жер болмаса көмілмейді, қалатын белгісі болу керек. Жылқы жатыр, қара сиыр жатыр. Бұл жердің бәрін халықтың кезекте тұрған халыққа берсе, осындай бейбастық іс-әрекет болар ма еді? Неге біз қадағалай алмаймыз? Халықтың бүгінгі күні үй алатын жағдайы жоқ болса, 10 соттық жер беріп, соны салуға мүмкіндік беруге өкіметтің бүгінгі күні несі жоқ па? Мынаны қараңыздар, қаншама мал. Бұл қандай аурудан өлді? Бір Құдай біледі, қандай аурудан өлді. Ал бұл ертең бір эпидемия таратпауына кім кепіл? Осыған шара көріп, мына Қызылорда облысының жер қатынас бөлімін, су мекемесін қанша жылдан бері біреу бастық, біреу зам болып ауысып отыра береді деп халық айтып отыр. Соның бәріне назар бөліп, мынандай бассыздықтарды тоқтатыңыздар. Жер сұраған халыққа жер беріңіздер. Енді жұмысын істесін, үйін салсын, ол қызын өсірсін. Міне қараңыздар, Ыбырай Жақайып парктың дәл алды мынандай болып жатыр. Алды болғанда жаны енді. Максимбет нет қонақ үй. Максим, соны бір жақындатып бір алып жіберіңдерші, тартып. Хорошо? Көрсеттіңдер ғой, а?